Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Көрші ойыны. Тіршілігі қым-қиғаш, көгілдір ғаламшар. Бәрімізге ортақ. Оның аты не екен балалар? Ал енді балалар, жер күн жүйесіндегі басқа ғаламшарлардан несімен ерекшеленеді? Яғни күн жүйесіндегі басқа ғаламшарларға қарағанда жердің басты ерекшелігі ол тіршіліктің болуы. Ал енді балалар, экрандағы жұмбақтарды шешіп көрейік. Бір үйде қос сұлу қыз ағайынды, екеуі қызықтырған талайыңды. Жүдемес 4 маусымда мұңаймаса, тұрады нұрға толып маңдайыңды. Етегім толы сөк, ерте тұрсам жоқ. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер сфералары дегеніміз не? Сабақтың оқу мақсаты жер сфераларын түсіндіру және графиктік кескіндеу. Енді балалар, біздің ғаламшар ғарыштан қарағанда қандай көрініс береді? Онда қандай түстер басым келеді? Және неліктен? Неліктен күн жүйесінде жерде ғана тіршілік бар екен түсіндіріңдер. Оқушылар өз ойларын айтады. Ал енді балалар, оқулығымызды ашайық. Оқулық мәтінімен жұмыс. Кестені толтыру. Атмосфера, гидросфера, литосфера туралы ақпаратты топпен зерделеп, кестені толтыру. Бұл 4-ші топқа беріледі. 4 топқа да беріледі. Дөңгелек қағазға өздері жапсырып, топта қорғайды. Дескриптор дөңгелек шеңберге әр топ нысандарды бейнелейді. Бағалау критерийлері. Жер сферасын атайды. Оқулықтағы ақпарат бойынша кесте бағандарын толтырады. Картадағы мұхиттарды атайды. Табиғи нысандарды сфераларды бойынша бөледі. Жергілікті жердің литосферасын сипаттайды. Сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын тұжырымдайды. Берілген тақырыпқа болжам жасайды. Жер сфераларының өзара байланысын нақты мысалдар келтіреді. Мәтіннің негізгі ойын ажыратады. Мұғалімнің жетекшілігімен кластер құрып, нәтижелерін салыстырып қорытынды жасайды. Топтық жұмыс. Атмосфера атауының шығу тегі. Атмосфера тірі нысандар үшін маңызды. Гидросфера, литосфераны да тура сол сияқты толтырып шығамыз. Келесі диаграмма құрастыру. Диаграммада көк түспен не көрсетілген? Қызыл түспен, күлгін түспенше, жасыл түспен. Ең үлкен мұхит, ең суық мұхит. Дескриптор бұл картада түстерге қарап диаграмма құрады. Бағалау бармақ әдісі арқылы жүзеге асырылады. Дескриптор әр топ нысандарды бейнелейді. Бағалау бағдаршам әдісі арқылы жүргізіледі. Енді балалар, қарлығаштар жердің қай қабатын мекендейді? Ал көртышқан ше? Дельфиндер ше? Атмосфераны мекендейтін жануарларды ата. Суда жүзетін құстар мен суда өсетін өсімдіктер қай сфераның бөлшегіне жатады? Дескриптор проблемалық сұрақтарға нақты жауап береді. Атмосфераны мекендейтін нысандарды анықтайды. Бағалау шапалақ әдісі арқылы жүзеге асады. Ал енді кім тапқыр ойыны? Ойнап өтейік. Ағаш қай сфераның нысаны? Себебін айтамыз балалар. Екінші, мұхит, өзен, көлдер биосфера нысаны. Бұның себебі не? Құстар атмосфера қабатының нысаны. Себебі литосфера жердің тіршілік қабаты. Және оның себебін айта кетеміз. Ал енді балалар, тапсырмаларды орындап шаршаған болсақ, сергіту сәтін жасап өтейік.
Еркін ұста денеңді, тарсылдатпай еденді. Орнымыздан тұрып ап, жүгірейік бір уақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқты алға созайық, тік көтеріп қозғайық. Тым сылбырда болмайық, алға қарай озбайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Кластер құрайық. Келесі тапсырма балалар. Мұндағы дескриптор жердің қабаттарын дұрыс орналастырады. Бағалау бағдаршам әдісі арқылы жүзеге асады. Дұрыс жауабымен салыстырайық. Атмосфера, биосфера, гидросфера, литосфера. Кері байланыс. Жер сфералары туралы білдің бе? Жер сферасын түсіндіре және графикалық бейнелей аласың ба? Егер бүгінгі сабақ ұнаса, күн болып ашылайық. Толық түсінбедім, түсінгім келеді дегендер күн бұлтты болып тұрайық. Ал егер мүлдем түсінбесең, орнымызда отыра қалайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.